Құрметті президент мырза, мынау сізге үндеуім, жан айқайым. Мынандай сұмдыққа жауап беріңізші. Қазақ тілін мемлекеттік қызметкерлерден талап ететін, Конституциядан бастап мемлекеттік қызметкерлер міндетті қазақ тілін білуге бірнеше заңнамалық нормаларға қатысты. Тұтынушылар заңына қатысты, Конституцияға қатысты, мемлекеттік қызметкердің этикасына қатысты. Енді қазір мынандай масқара болып жатырмыз. Бізде Диас Кузайыр деген блогерді мемлекеттік қызметкерлерден мемлекеттік тілді талап еткен үшін қылмыстық іске 174-ші баппен тартып жатыр. Бұл не деген сұмдық, бұл не деген масқара? Бүкіл дүние жүзінде мемлекеттік қызметкерлер мемлекеттің тілін білмейтін. Олар мемлекеттік қызметке жолай алмайды. Ал мында сол мемлекеттік тілді талап еткен үшін, кешіріңіз қайталап жатқаныма, Диас Кузайырды Риддер қаласынан қуып жетіп, мында қылмыстық іске тартып жатыр. Ешқандай мемлекеттік қызметкер, біз қарап отырмыз әлеуметтік желіден, лауазымда, жоғарғы лауазымда отырған білім басқармасы, ішкі саясат, биліктің аманат партиясы қазақ тілін білмейді, ешкім де қазақ тілін білмейді. Бұл не деген сұмдық дискриминация? Ол тілдік дискриминация бір. Екіншіден, 32 жылда 32 сөз жаттап алмай, қазақтың ашу-ызасын тудыратын жағдай екі ұлтаралық қатынасқа сына өздері қағып отыр. Сол. Үшіншіден, біз неліктен асырауымыз керек? Өзіміздің салық төлеушілердің қалтасынан 70%-дан астам қазақ Алла тағала берген біздің мемлекеттің тілін, ұлтымыздың тілін тәрк ететін, мойындамайтын, солардың әрқайсысы 10-15 жыл, 20 жыл отырған шығар, тым болмаса 5 жыл. Сонда мемлекеттің тілін мойындамайтын, мемлекеттің есебінен біздің салық төлеушілердің қалтасынан нанын тауып отырған адамдар қылмыстық іс қозғапты. Кім? Мемлекеттік тілде, олармен талпынды сөйлеуге, мемлекеттік тілде жауап, оның қалай, енді 100% құқығы. Ешкім Қазақстан Республикасында заңнамалық нормалар бойынша міндетті емес қазақша сөйлеуге. Тек қана міндетті сол мемлекеттік қызметкерлер. Сосын сервис. Енді былай да алсаң, біз тұтынушымыз сервис бойынша, и былай да олар мемлекеттік қызметкерлер. Қай бетімен Диасты қудалап келді? Қасым-Жомарт мырза, мен ойлаймын, басты кінәлі мында сізсіз деп. Өйткені сіз бір Ресейдегі жиында ма бір жерде айттыңыз, 23-ші жылды орыс тілі деп жариялаймыз деп. Кешіріңіз, қай бетіңізбен сіз айттыңыз? Орыс тілді Мазақстанда, біздің Павлодарда ешқашан қазақ тілінде қызмет ала алмайсың. Алсаң тек қана жанжалмен, сұраныспен аласың. Жоқ қызмет қазақ тілінде. Заңда жазылып тұр, барлық ақпаратты жеткізуге міндетті, тұтынушылар заңы жаңағы 2010 жылға. Соған қол қойылған заң қазақ тілінде қызмет көрсетуге, содан кейін ғана орыс тілінде. Бізде мемлекеттік тіл біреу-ақ, бірінші қазақ тілінде. Бірақ та оған түкірген мемлекетпіз. Енді сонымен қоймайсыз орыс тілін қай бетіңізбен кешіріңіз жарияладыңыз 23-ші жылды орыс тілі жылы деп. Сосын жуық арада сіздің бастамаңыздың аясында халықаралық па, мемлекет аралық па әйтеуір орыс тілін қорғайтын ұйым. Не деген сұмдық? Жарайды, қорғай беріңіз, е? Өзіңіздің жеке проблемаңыз қорғай беріңіз. Біз орыс тілді Мазақстанда тұрып, қазақ тілі ешқай жерде жоқ. Біз қалай орыс тілін қорғауымыз керек? Ешқандай логикаға, ешқандай миға сыймайды. Ол бір. Екіншіден, сіздің қол астыңыздағы әкімдер ғой, сіз тағайындайсыз ғой. Сіз биліктің партиясы мына аманат, жаңағы үлкен мына бөлім басқармасында тек қана бір тілді, орыс тілді адамдарды отырғызып қойдыңыз ғой. Мүмкін сіздің мақсатыңыз Қазақстанды
Ресейге губерниялыққа беруге? Онда ашықтан ашық айтыңыз соны. Біз қазақтар, біз халық біліп отырайық. Біз Ресейге губерниялыққа дайындалуымыз керек. Сондықтан бізде мемлекеттік тілді мемлекеттік қызметкерлерден, жайдан емес, мемлекеттік қызметкерлерден талап ететін, сұрайтын адамдардың үстіне қылмыстық іс қозғап отырмыз деп ашықтан ашық айтыңыз. Тоқаев мырза, мені да атқытыңыз. Кім қазақша сөйлейді, талап ететін мемлекеттік қызметкерлерден нені қылмыстық іс қозғап, түрмеге тоқтыңыз онда барлығын. Ресей губерниясына дайындық деп жариялаңыз. Біз онда тарап-тарап кетейік. Онда біз Ресейге соғыс құмар көршіге азамат болғымыз келмейді. Губерниялыққа басымызды сұққымыз келмейді. Жетеді. Ата-бабамыз ғасырлап армандаған тәуелсіздікті 32 жыл алдық. Енді сіз соған қайтадан біздің мойнымызды, басымызды тығып жатырсыз ба? Президент мырза, жауап беріңізші. Барлық Қазақстан блогерларын осыны таратуды, жаңағы осы видеомды таратуды сұраймын.